Мен Аманкелді Нұрым. Нөмірі 95 мектеп гимназиясының оқушысымын. Мен сіздерге Абай Құнанбаевтың күз өлеңін оқып беремін. Күз. Сұр бұлт түсті суық қаптайды аспан, күз болып тұңқылтыман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып кейін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібен, жас қатында жыртылған жамай үй. Қас тырнақ қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ақ бір керуен. Қай ауылды көрсеңде жабырыңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Көмек сүйек сорпа су тимеген соң, үйде үй тоқ тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұмар болар жел соқса шаң тозаңы. От жақпаған үйдің сұры қашы, қыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы.